Өткен жылғы елімізде болған қаңтар дағдарысынан кейін барлық деңгейдегі институттар кезең-кезеңмен қайта іске қосылып тұрақталды. Үкіметке нақты тапсырмалар берілді, енді оларды зергерлік дәлдікпен орындау керек. Ал Ақорданың саяси технологтары екі қадам алтыда. Республикамызда жүргізілген бірқатар саяси науқандар соңғы 2 жыл ішінде ішкі консолидацияны қалпына келтіріп күшейтті. Сарапшылар қаңтардан кейін оны қайтару мүмкін емес деп айтып жүрген еді. Ылғи қабағын түйіп жүрген оппозиционерлер пулы айтарлықтай қысқарды. Бұған қоса, олардың кейбіреулері тіпті мәжіліс депутаттары болды. Енді олардың төменгі палатаның жұмысының комиссияларында пленарлық отырыстардың трибуналарынан халықтың мүдделерін жеткізуге мүмкіндіктері бар. Мәжілістегі либерализм аз уақытта парламентшілер мен жалпы мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Біздің ойымызша, мұның бәрі азаматтар да, сол оппозицияның да санасының жоғарылауымен байланысты. Қоғамда қайшылықтар азайды, ақылды саясат десек те болады. Жалпы әрбір сайлау, конституциядағы түзетулер болсын, президенттік және парламенттік сайлау болсын, мұның бәрі әлеуметтік сауалнама және қоғамның саяси тенденциялары мен сұраныстарын оңай бақылауға беретін демократиялық құрал. Бірақ Ақорда алдын ала ойланады ғой. Жақсы қарқынды сақтау үшін олармен қызыл шектеулер белгіленді. Оларды қиып өтуге болмайды. Мұндай прецеденттер қазірдің өзінде бар. Біздің ойымызша, қызыл шектеулер көбінде қоғамдық қауіпсіздікте белгіленген. Ақорда бірнеше нақты мәселелерге назар аударады. Бұл сепаратизм, діни және ұлттық радикализм, тіл мен этносаралық қатынастар мәселелері. Сепаратизм бұл қорқынышты ертегі емес. Ол бұрын кеңес үкіметі құрамында болған көптеген елдердің ауруы. Кей адамдардың қисынсыз сепаратистік мәлімдемелері тарихты бұрмалау әрекетінен басқа еш нәрсемен дәлелденбейді. Көбінесе бұндай риторика тиктоктағы стримдер мен чат-рулеттегі маргинал аудиторияға ғана танымал болуы мүмкін. Бірақ бұл қауіп әлі де бар. Жасырындықтың елес сезімі жазасыздық сезімін тудырады. Бірақ біздің азаматтар мен құқық қорғау органдары оларды күтпеген жерден бақылап отыр. Денис Рудный мен Кристина Колченко чат-рулет сервисінде Орал қаласы Ресейдің алғашқы қаласы екенін, қазақ тілділерді қорлағанын және Ресей Қазақстанға шабуыл жасаған жағдайда ресейліктерді қолдайтынын мәлімдеді. Алауыздық және сепаратизм үшін екеуі де 5 жыл алды. Петропавлдағы Татьяна Эста бір ресейлік блогерден солтүстік Қазақстан облысын Қырым сияқты өзіне алуды сұраған үшін 3 жылға сотталды. Бір қызығы, әлеуметтік желілердегі сепаратистерді қудалауды талап ететін антиподтар да бар. Қазнеттің көптеген қазақ емес пайдаланушылары үнемі ұлттық негіздегі сегрегацияны жоққа шығаратын бейнероликтер жазып, осындай өтірікті айыптайды. Қазақстанда асыл мақсатпен бастаған радикалдар да бар. Қазақстандықтарды мемлекеттік тілде сөйлеуге шақыруда не жаман? Тілдік патрульдер деп аталатындар ұлтқа қарамай жеке шекараны да, этносаралық келісімді де арсыз бұзады. Мысалы, белсенді блогер Тіл майданы YouTube арнасының авторы Қуат Ахметов. Ол қазақ тілін білмейтін әйел қызметкерлер жұмыс істейтін дүкендер мен ұйымдарды тауып, соларға тікелей барып жүрді. Мұнда одан ұрсыс та болды, кінәлау да болды, боқтау да естілді. Осылайша ол трендті бастауға тырысты. Қоғам осындай ерсі қылықтарды айыптап, олардың таралуына жол бермеді. Ал Қуат Ахметовтың өзі 2021 жылы қылмыстық іс жүргізілгеннен кейін Украинаға қашып, ақпараттық кеңістіктен жоғалып кетті. Ал бұған дейін өзін қалай көрсетті? Діни радикализмге қарсы күрес белсенді талқылануда. Ол туралы біздің алдындағы роликтердің бірінде айтқан болатынбыз. Биліктің дәстүрлі емес пікірлердің таралуына реакциясы орынды. Мысалы, салафизм мен ваххабизм риторикаларының көпшілігі этникалық және әлеуметтік жағдайына қарамай барлық қазақстандықтардың мәнінен, табиғатынан өзгеше, алыс. Жалпы музыкаға, домбыраға, ата-бабаларымызға Құран бағыштау тыйым салуды талап ету және басқа да көптеген қисынсыз табу ұлттық бірегейлікті бұзады. Олардың мақсаты қазақ мәдениетін толықтыру емес, оның орнына келу. Одан да қайғылы мысалдар бар. Жақында 25 жастағы қарағандылыққа көлік апатынан кейін шұғыл операция қажет болды. Бірақ қыздың діни ата-анасы Иегова куәгерлері шіркеуінің адептері қан құюдан бас тартты. Осы материалды жазу кезінде оның тірі қалатыны белгісіз. Қыркүйек айының соңында дәл осындай жағдай Көкшетауда орын алды. 1,5 жасар баланың ата-анасы діни себептермен қан құюдан бас тартқаннан кейін кішкентай сәби қайтыс болды. Біз отандастарымыздың діни көзқарастарын кінәламаймыз.
Бірақ мұндай эпизодтар бұл көзқарастардың шектен шығу қандай нәтижеге әкелетіні туралы ой тудырады. Қазір мүлікті қайта бөлу туралы көптеген әңгімелер тарап жатыр. Бірақ ол болған жоқ. Билік олигархтарға кінәсін мойындауға және заңсыз жолмен алынған қаражатты қайтаруға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда ең танымал үлгі Қайрат Боранбаев. Назарбаевтың бұрынғы туысы кінәні мойындап қана қоймай, бюджетке түрлі активтер түрінде 90 миллиард теңгеден астам қаражат қайтарды. Енді түрменің орнына ол тек бостандығынан шектеледі. Қорытындылай келе, қаңтардан кейінгі бірінші кезеңде саяси институттардың толық қайта құрылуы, жаңа саяси кеңістіктің қалыптасуы болды. Келесі қадам мәртебесі мен ұлтына қарамастан бұзуға қатаң тыйым салынған қызыл шектеулерді белгілеп жариялау. Сонымен биліктің қандай да бір радикализмге жол бермеу әрекеттерінде ақыл бар. Саясаткерлердің көпшілігі бұл қызыл шектеулерді мойындады, шектен шығуға тыйым салынғанын да түсінді. Мұны түсінбегендер ренжімеңіз. Сау болыңыз.